Сәлем алтын қыздар, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін хан көрпешесін жасайтын боламыз. Хан көрпешесін қазір сіздерге толық нұсқасын көрсетіп өтетін болам. Хан көрпешесі негізі қазіргі 2021-дегі тренд көрпешелердің бірі. 2021-дегі ең хит көрпешелердің бірі. Соны ең алғашқылардан болып жасайтын боласыздар. Құттықтаймын сіздерді. Қыздар, ол үшін біз ең алдымен қараңыздар, хан көрпешесі несімен ерекшеленеді. Оның арасында бізде қошқар мүйіздің, әртүрлі стильдегі оюлардың орнаменттері қосылған тесмамыз бар. Сол тесмалар біріктіріле отырылып жасалған кезде, түстері үйлесімділікпен жасалған кезде хан көрпешесі шығады. Ол үшін кәдімгі үш табақты тырна құрақ, бұлайынша айтқанда тесмадан жасалған тырна құрақ, одан кейін өзіміздің турецкийдан жасалған тырна құрақтармен біріктірілген көрпеше. Осы көрпешені қазір жасайтын боламыз. Мендегі размері 80, ені 80, ұзындығы 2 метр қыздар. Егерде сіздер 2-30-да 80 сантиметр, немесе 2,5-да 90 сантиметр қысаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Ол үшін қазір сіздерге жұмыс барысында мына жанындағы суларын қалай алу керек екенін сіздерге толықтай айтып кететін болам. Енді біз бұған керекті заттар, егерде сіздер 2,50 қысаңыздар, егер көрпешелеріңізді сондай размерде жасағыларыңыз келсе, мынандай табақтарын көбейтесіздер. Менде қазір 3 табақ түрі, 2,50 болатын болса, тағы бір табақ қосып, 4 табақ қылып, мынандай шиқұрақтарын тағы да жанына қосып, размерін үлкейте беруге болады, қыздар. Ал енін енді суларын үлкейтуге болады, немесе кішірейтуге болады. Хан көрпешесін жасау үшін біз ең алдымен, әкете ғой, керекті заттар, міне, ең алдымен бізге мынандай 3 түрлі расцветкадағы орнаменттік тесмалар керек болады. Біріншісі көк, одан кейін золото цвет, одан кейін қызыл цвет. Осы үшеуінен үйлестіре отырып мен шиқұрақты жасадым. Осы 3 цветтерін аласыздар. Одан кейін бізге мынандай кәдімгі турецкий барқыттың салатовый цветі керек болады. Егерде бұндай цвет ұнамаса, розовыйға, қанық розовый болады, соған ауыстыруға болады, қыздар. Мына түстер үйлеседі розовыймен, и осы салатовый цветмен үйлеседі. Осыны мен кәдімгі өзімнің линейкаммен өлшеп, мыналарды қырқып алғанмын. Арасына, тесманың арасына мен қазір мынандай жасыл ленталарымды қосып тігетін болам. Сол үшін қажет маған. Одан кейін шетіндегі жиектеріне ақ лентаны жасап алдым. Яғни мыналармен біріктіріліп жасаймын қазір. Қарап тұрсаңыздар, менде қазір біреуін жасап алдым. Мынау кәдімгі 2 тырналы шиқұрақ. Осыдан 3 штук жасап алу керек, 3 қыздар. Одан кейін екеуін осындай тырнасымен қылатын болсаңыздар, біреуін тырнасыз қыласыздар. Өйткені жанына қосу үшін бізге бекермен мыналар қырқылып кетеді, сол үшін ол жанына үйлеспей қалады. Үшіншісінде тек қана жасылдың өзін, мына ортасына ақ қоясыздар да жасылдың өзін істейсіздер, мынандай тырна қоспайсыздар. Одан кейін енді бұл тырналарының размері 7 сантиметр, қыздар. 7 сантиметр әр шиқұраққа 21 штуктан кетеді, қыздар. Ал енді ленталардан 4 штук кететін болады, 4-5 штук кетеді 1 метрліктен. Сол үшін солай ориентир алып жасай берсеңіздер болады. Ал енді астына мен мынандай ақ сұрып бөз мата алсаңыздар да болады. Осы ақ сұрыпты размерін 40-та 40 қылып, 4 жағында 40 қылып, 6 штук қырқып алдым. Тесмадан 3 штук, және мынандай 2 тырналы шиқұрақта 3 штук қажет болады. Осыларды дайындап алғаннан кейін, соңында бізге однотонный бамбук, яғни өзінің түсінен арналған однотонный бамбук. Бұның ені 2,40, бізге беймарал жетеді. Сол себепті мынау замогымызды да шетіне қойып, тігу үшін арналған, қыздар. Енді
бастамастан алдын біз жаңағы 6 шұйқырағымыздың астарын, қыздар, астарын 2 бүктеп аламыз. Міне. Өйткені біз дәл центрінен алуымыз керек болады. Міне. 2 бүктеп қолмен. Мына өзі қаттылау, ақсұрып. Сол үшін мынаның бөлінгені сразу көрінеді. Міне, қыздар. Енді осыны қазір мен машинкаға барып, ең алдымен мына шұйқырақтың қалай жасалу керек екенін көрсететін болам. Одан кейін жаңағы тесмадан жасалған шұйқырағымызды көрсетеміз, қыздар. Қыздар, мінекей біз мына шұйқырақты қазір жасалу жолын көрсететін болам. Ол үшін мынадан 5 штук лента 1 метрліктен, ені 3 сантиметр және мынандай 7 сантиметрлік не шұйқырақ алып аласыздар. Шұйқырақ деп мұнға, то есть кубик. Мына жерде бізге қазір 11 түрі кеткен. Осыдан 11 штук алып алып, дәл осы тәсілді қазір басынан аяқ көрсететін боламын. Бағана біз мынаны 4 бүктеп центрін шығарып алған едік, қыздар, қараңыздар. Бізде центрі сіздерге жақсы көрініп тұрған болу керек. Осыны енді біз ортасына қойып, бірінші 4 жағында тігіп аламыз. Менің машинамды қош жері ғой, Шайкош. Міне, қыздар, мынаны кубикті біз дәл ортасына түсіріп алуымыз керек, қыздар. Осының шетінен ғана тігіп шығатын боламыз. Міне. 4 жағында тігіп шығамыз. Міне, қыздар, біз 4 жағында жасап алдық. Енді біз жасыл лентамызды қойып тігетін боламыз. Ол үшін лентаның түгін жатыңқы жағын, яғни өзіңізге қаратуыңыз керек. Біз лентаның ұзындығына пішеміз ғой, соның жатыңқы жағы мына жақ қарап сипасаң өзгереді түсі, яғни тұрыңқы жағы. Енді біз әр қашанда тағда қайталап өтем, шұйқырақ тіккен кезде түгінің жатыңқы жағына қарай осылай бастырып тігесіздер. Міне. Бір лапка бойында, бір лапканың көлемі примерно 3 сантиметр, 0,3 сантиметр, қыздар. Ашып, 4 жағында кубик қылып тігіп аламыз. Мінекей, қыздар, мынау 4 бұрыш болды, қараңыздар. Дәл кубик тәсілінде болды. Енді біз мынандай 7 сантиметрлік ақ 4 бұрышты кубиктерімізді осы жерге 2 бүктеп, осылай қойып шығуымыз керек. Егер де, қыздар, сіздерге бұндай тәсілі ұнамаса, бұлай қойсаңыздар да болады. Ортасынан бөліп, осыны бұлай қойып шығуға да болады.
дәл осының несіне қойып алып, қараңыздар, екі жағын да осылай тігіп аламыз. Екі жағын да. Енді бағанағы бірінші тіккен жерімізден бастап тігеміз. Үстіне бастырып тігеміз. Әрбір тігіліп жатқан кезде астыңғы жағын барынша тартып қолмен, үстіңгі жағын тегіс қылып қоямыз. Мінекей қыздар, енді әр қайсысын осылай, осы тәсілде 7 сантиметрдің кубикті бөлген түрде осылай қырқып шығамыз. Дәл центріне қою үшін, негізі мына жаққа, мына жердегі, мысалы үшін центрге осылай қойып тұрып істесеңіздер де болатын. Мөлшерінде жаңағы. Не үшін бағанағымнан айналдырып істеп жатырмыз, қыздар? Мынау рет-ретімен түсу үшін, міне, рет-ретімен. Қазір мен мына жерден істесем, мына жерден ұзын болып екі қатар түсіп қалады, одан кейін әдемі көрінбей қалады. Осының өзінде де үлкен қателік болып қалады. Міне. Яғни мен бағана мына жерден бітірдім, соңғы лентаны жасылды мына жерден алып келдім, мына жерге тіктім. Енді сол үшін де біз осы біткен жерден бастауымыз керек, міне. Осы жерден. Мына жақтан, мына жақтан, мына жақтан емес, қыздар. Осы жерден біз қайтадан жалғастырып тігуіміз қажет. Сол себепті де кішкентай қателіктің өзі көрпешеңіздің әдемі шықпауына кәдімгідей әсерін тигізеді, қыздар. Бұл үлкен шиқұрақ болғаны үшін әрбір бөлігін осылай тартып отырып тігесіздер. Астыңғы жағын турлап отырып,
Қыздар, мінекей мен полный шұқырақты жасап алдым. Қараңыздар, 40-та 40 болып. Менде андай шетіндегі артықша нелерін қырқып тастап жатырмын. Осыдан екеу тігіп аласыздар, тырнасы жоқтан біреу тігіп аласыздар, қыздар. Енді қазір тасмадан жасалған шұқырақты көрсететін боламын. Мынан қазір кішкене мына жерлер жиырылып тұр. Бұны қазір біз астыңғы жағынан пармен үтіктеп. Қыздар, мінекей біз қазір тасмалы шұғырағымызды жасаймыз. Оның да размері 40-та 40. Астарымызды дәл бағанағыдай құрастырып аламыз. Бөліп аламыз центрін. Енді бұның да ортасына 7 сантиметрлігімізді көбік қылып 4 жағында тігіп аламыз. Қыздар, енді біз жасылымызды тігіп шығамыз 4 жағына да. Қарап тұрсаңыздар, өзі оң жағы білініп тұрады. Осы оң жағын бетіне қаратып тігеміз. Тіккен кезде де біз осы мына бір бөліп тұратын жері бар өзінің. Сол жерінен тігіп шығамыз. Яғни 6 сантиметр көлемінде. Ашамыз. Мына жағын бұлай. Қолмен үтіктеу деп айтылады, бұл бұлай. Жатқызып тұрып. Қолмен үтіктеп шығамыз. Міне қыздар, бізде 4 бұрыш болып шықты, қараңыздар. Енді осыны біз көбектерімізді, енді мен бұны мынандай екінші әдіспен тігем, қыздар, мұны. 7 сантиметрлігімізді осылай бір-біріне бүктеп аламыз, қиғаш қылып. Осыны қазір осы угловой жеріне, бұрыш жеріне орнатып тігіп аламыз, қыздар.
Екіншісін де қоямыз осылай бұрыш жерлеріне. Міне қыздар, осылай бір-бірінің ұштарына үйлестіре отырып, осы формада тігіп шығамыз міне. Енді осының үстіне біз қызыл лентамызды, яғни қызыл тесмамызды тігіп шығамыз. Мен ақ жағын емес, қанық қызыл жағын қойым келді. Сол үшін мен мынаны теріс қаратып қоямын. Міне қыздар, біз екінші қатарын тігіп алдық. Енді біз осы аралықта жасыл лентамызды қойып жіберейік. Жасылымызды қойып жіберейік. Мен мынаны сәл ішке кіргізіп тіктім, өйткені мынаның шеттері сетінеді, сол себепті осылай тігіп жатырмын. Төрт жағында тігіп шығамыз.
Міне қыздар, енді біз бұдан кейін золотистый цветті қойып шығуымыз керек, золото цветті. Енді қазір біз аралығына тырналарын тігіп аламыз. Мынаның аралығына қойып жүрсеңіздер де болады. Мен әдейіге қоймадым. Мына қызыл әдемі түсіп тұру үшін. Қазір мен тек жасылдың үстіне қойып кетіп жатырмын. Енді бұдан кейін біз золотистый цветті тігуіміз керек. Яғни золото тесмамызды жасаймыз. Теріс жағын бетіне қаратып, солай жарты сантиметр көлемінде тігіп шығамыз. Бұның да аралығына тырна қойып шығамыз қазір. Мынаны алса шалсын. Міне қараңыздар. Енді осының аралығына біз тырна қойып шығамыз.
Енді қыздар біз көк цветті қойып шығамыз. Ең соңында осы көкті и жасылмен соңын аяқтаймыз қыздар. Қыздар, осымен аяқтай салайық, қараңыздар. Дәл осы тәсілде тағы да мына жеріне тырна қойып, соңында жасыл лентаны шетіне тігіп шығамыз. Сонымен осындай біздің тесмалы шиқұрағымыз дайын болады. Шиқұрағымыз дайын болды. Енді қазір біз полный құрастырып көрсететін боламын. Қыздар, жақсылап пармен түктеп аласыздар. Арқа жағынан жақсылап пармен түктеп, енді қазір құрастырылу жолын көрсетем, қыздар. Қыздар, мінекей біз барлығын тігіп алдық, яғни ортаңғы бөлігін, шеткі бөліктерін тігіп жасап алдық. Енді бұны құрастыру қалды бізде. Міне, қараңыздар, мен мына тырнаның бойынан емес, тырна жоқ жағынан бұлай қырқып алдым. Тура линейкамен қырқып алдым. Екеуін осылай қырықтым. Мына қараңыздар, екеуін бір бөлікке қырықтым. Ал соңғы үшіншісін осылай тырна қоймай, құр өзін тігіп шығастар деген едім. Соны міне X қылып, яғни 4 бөлікке бөліп алдым. Мінекей қыздар. Енді бұны орналастыру қалды бізде. Орналастырып, осылай енді тігіп шығатын боламыз, қыздар. Міне қараңыздар, менде міне осындай узорлар пайда болды. Міне мен сәл мынаусын өзгешелеу қылдым. Ортасына қызыл және шеткі жағына қызыл қылдым. Енді ол өздеріңіздің еріктеріңізде бірдей қылсаңыздар да болады, немесе ортадағысын сәл ленталарын ауыстырып жасай беруге болады, қыздар. Міне, ең бастысы, қараңыздар, шетіне дейін тіктім мен. Мынау біткеннен кейін де лентам, мына біздің квадратигіміз бар еді ғой, осы квадратикті осылай угловой жеріне тағы да тырна қылып қойып жібердім, қыздар. Енді міне осылай қойып шығамыз ең бірінші. Мінекей. Енді мынау ең соңғы 4 бөлікті мынандай шеттеріне қоямыз. Қыздар, сіздерге тағы бір мәрте қайталап айтам. Егер де сіздердің көрпешелеріңіз 2,5 метр болатын болса, мынандай табақтан тағы біреу қоясыздар, қыздар. Себебі 2,5 метрге мынау кішкентай болып қалады да, суына көп кетіп, әдемі көрінбей қалады. Сол себепті 4 табақ қоясыздар 2,5 метрге. Ал мынау бізде почти 2 метрлік көрпешеге арналған бөліктеріміз, қыздар. 2,30 қылатын болсаңыз да осылай жасай бересіз. Ол қатты білінбейді суы. Сол себепті дәл осылай 2 метр 2,30-ға. Ал 2,5 болатын болса, онда міндетті түрде 4 табақ қыласыз, қыздар. Енді, қыздар, қараңыздаршы, мен барлығын жасап алдым. Енді біз бұны қазір құрастыруымыз керек. Құрастыру үшін ең бірінші мына шеткі бөлігінен бастауымыз керек. Мына шеткі бөлігі сіздерге дұрыс көрінбей тұрған болса, мен қазір мына жақтан бастап көрсетейін. Міне, қыздар,
кәдімгі көрпешелерді құрастырамыз ғой. Сол сияқты бірінші осы бөлігін тігіп аламыз. Осы бөлігін тігіп аламыз. Сосын мына бөлігін тігіп аламыз. Сосын мына бөлігін тігіп аламыз. Міне. Болды, осылай біреу-біреуден тігіп алып, ал мына екінші бөлігін бұлай тігіп аламыз. Арғысын жанына тігіп аламыз, міне. Осылай тігіп аламыз. Міне, қараңыз, бірінші бөлігі, екінші бөлігі, е? Енді мына үшінші бөлігі, соңғы бөлігін. Бұны да дәл солай басында қалай тігілді, солай тігіп алатын боламыз, міне. Осыларды қазір тігіп көрсетуімнің қажет жоқ шығар, қыздар, өйткені барлығымыз көрпеше құрастырып жүрміз ғой. Сол үшін мына жерден примерно бір жарты сантиметр, 1 сантиметр көлемінде осылай тігіп, бірінші жандарын құрастырып, кейін полный құрастыруға кірісеміз, қыздар. Олай болса, тігуге кеттік, қыздар. Мінеке, қыздар, біз мынау тесма құрағымызға өзіміздің шек құрақтарымызды бір қосып алдық. Мына қараңыздар, 3 бөлік бұл, бе? Мынау бір бөлігі, мынау екінші бөлігі, мынау үшінші бөлігі қылып. Енді осыларды тағы бір айта кететін жағдай, қыздар, мыналарды бірдей қылып түсіруіңіз керек. Өйткені қазір мынау қосылған кезде осы жері бір ерекше дизайн болып тұру үшін, яғни квадратик болып тұру үшін, осы жерін точно қылып тігулеріңіз қажет, қыздар. Сол себепті осы жерінде шатасып кетпеңіздерші. Осы үшеуін құрастырып алдық. Енді бұны бір-біріне осы угловой жерлерінен, қараңыздар, мына бұрыш жерінен, мына центр жері, осы центрінен мына жақ қарай, екіншісін ары қарай осылай тігетін боламыз, қыздар. Қазір тағы бір тігіп алайын, содан кейін сіздерге көрсететін боламын. Қыздар, мінеки, қазір біз полный құрастырып алдық. Қараңыздар, ана қарағайшын әпересіңізші. Менде мынандай бөліктер пайда болды, жақсылап пармен үтіктеп аламыз. Қараңыздар, мына жерлері қаптал болып тұр. Өйткені тігістері жату керек, міне. Енді осыны қазір пармен үтіктеп алмастан алдын, мынандай шеттерін турлап аламыз, міне. Мынандай шеттерін, бұрыштарын қосқан жерлеріміз бүйтіп шығып тұрады, соны тура қылып қырқып аламыз. Қараңыздар, мына жері менде кішкене артық болып кеткен сияқты, осы жерін қазір түзулеп қырқып аламыз. Мына жері де кішкене. Міне, қыздар, енді осы бөлігін біз өлшеп алуымыз керек. Қанша екенін өлшеп алуымыз керек. Енді суын есептейміз да қазір. Ұзындығын өлшеп. Менде қазір бұл 1 метр 1,85 болып тұр, қыздар. 1,85. Ені 62 болып тұр, міне. 62 болып тұр, ұзындығы 1,85 болып тұр. Енді осыны біз 2 метрге турлау үшін
1 85-ке бізге мына жағына 2 метр болу үшін 15 сантиметр жетпейді. 15 сантиметрге 4 сантиметр тігіске қосып аламыз. Мына жағына бір тігіс, ар жағына қосқанына бір тігіс кетеді ғой. Яғни 1 сантиметр, 1 сантиметр. Мына жағына да 1-1. Сонда 4 сантиметрді 15-ке 4 сантиметр қосатын болсақ, 19 сантиметр, иә? Сонда біз 2-де 4 сантиметр ғып алуымыз керек, та? 2 метр 4 сантиметр. 4 сантиметр ол тігіске кетіп қалады. Сол үшін мына жағы 19 болып тұр, бізде. Ал мына жағы 62 болып тұрса, демек бұл жағына мен қазір 85-тік көрпешеге турлап жатырмын. Өйткені менде мақтаның ені почти 1 метрге жақын, сол себепті мен енін ровно чехолым 85 болады. Егер сіздер 80 қылатын болсаңыздар, соған турлайсыздар. Яғни жетпей жатқан өзіңіздің готовый көрпешеңізге қанша сантиметр жетпей жатыр, соны қосып, плюс тігіске 4 сантиметр қосасыздар. Жоғарғы бөлігіне де, жанындағы бөлігіне де. Сол кезде сіздің размеріңіз шығады. Мысалы үшін менде ені 62 болатын болса, менде готовый 85 болатын болса, сонда қанша жетпей тұрады? 62, 85, 72, 13 сантиметр, е? 23 сантиметр ма? 23 сантиметр жетпей тұрған болса, демек 23-ке мен тағыда 4 сантиметр қосам. Сонда 27 сантиметр. Енді 27 сантиметрді 2-ге бөлеміз. Сол кезінде 13,5 сантиметр шығады. 13,5, почти 14 сантиметр. Сонда ені, менде суы 14-те, ұзындығы 1-де 85. Осылай аламыз, қыздар. Бірінші екі жағының суын өлшеп аламыз. Яғни ұзындығы 1-де 85, ені 14 сантиметр. Ал енді мына жағы 19 сантиметр, ұзындығы 85 сантиметр болады. Осылай қазір суын қырқып, дайындап, сосын екі жағына бірінші қосамыз, екі басына екінші орында қосамыз. Соны қазір жұмыс барысында көрсетемін. Мінеке қыздар, екі жағындағы суын және басындағы суын қырқып алдық, дайындап алдық размер бойынша. Енді осыны екі жағын бірдей қыла отырып, көктеп немесе жаңағы кішкентай шаншығыштар, булавкалармен осылай булавкалап алуымызға болады, қыздар. Екі жағын да бірдей қылып қойып шығамыз. Көктеп алғандарыңыз дұрыс негізінде. Кейін осыны екі жағын тігіп алып, сосын мына екі басын жасайтын боламыз. Қазір сіздерге машинаға барып көрсететін болам. Мінеке қыздар, мен мынаны көктемей-ақ тігіп жатырмын, бірақ сіздер міндетті түрде көктеңіздер. Осыны беткі жағынан ешқашанда мынаны тартпаңыздар, немесе жиырып тікпеңіздер. Өзінің қалпымен 1 сантиметр көлемінде тігіп шығамыз. Неғып кетті дауысы. Ені астындағыларды бұлай тартпаймыз. Мынау құрақ болғандықтан бұл созылып кетеді. Бұның біз ортасынан қырқып алдық қой. Сол себепті өзінің бабымен
Енді осыны біз тіккен кезде де дәл 1,85 болып түсу керек. Міне. Осылай біту керек. Енді екінші жағына да дәл осы формада түсіріп аламыз. Оны көрсетпей қояйын, қыздар, бір жағын көрсеттім. Енді екінші жағында дәл осы 1 сантиметр көлемінде тігісті екінші суын орналастырып аламыз. Екі жағын қосып алдық, қараңыздар. Бірдей қылып түсті, екі жағы да бірдей болып түсті. Енді екі басын қосамыз, суларының аяқ жағы мен бас жағын қосып. Бұны да лаж барынша сіздер көктеп алыңыздар.
Міне қыздар, екінші жағында дәл осылай түсіріп алдық. Енді бұны жанындағы суын, яғни шетіндегі жиегін түсіріп аламыз. Яғни біреулер тесма тігеді ғой, сол жеріне біз қазір түсіріп аламыз. Сіздерге алдын айтқан едім, ақ лента дайындап алыңыздар деп. Енді мынаны кішкене тік жіберейін, мына жері тігілмей қапты. Мінекей қыздар, енді осы жеріне қазір шетінің барлығына 3 сантиметрлік лентамызды екі бүктеп, мына бұрыштарына және қалай қосылу керек екенін сіздерге көрсететін боламын. Қыздар, мінекей мен 1 метрліктен 5 лента қосып алдым. 5 лентадан да көп қосып алуыңыз керек, өйткені өлшейсіз. Мына жағы 2 метр болатын болса, екі жанына 4 лента, почти 6 лента сіздерге кететін болады. Қазір мен бірден көп болғандықтан 5 лента қосып алдым. 6 метр лента қосасыз ғой былайынша өлшегенде. Қалай қостым мен? Кәдімгі ленталардың ұзындығына қарай, қыздар. Яғни ұзындығына қарай. Былай сипаған кезде ұзындығы бойына, қыздар. Түгінің жатыңқы жағына қарай. Осылай екі жағын закрепка қылып, 5 лентамды да осы қалыпта қосып алдым. Енді бұны мен қазір жаңағы суларынан кейін қойылатын жиегіне, яғни былайынша айтқанда тесмасына қойып тігетін боламын, қыздар. Ең бірінші шет жақтарын алайықшы біз. Шет жағы біздің көрпешеміздің басы, мынау екі жаны. Соның мынау соңғы бөлігі тігілген, яғни үстіңгі бөлігі тігілгеннің мынандай бұрыштарын аламыз. Тігіс бар жерге мына лентамызды екі бүктеп, и мына жерден бияқ қарай тігіп жібереміз. Неге екенін қазір соңында түсінесіздер, қыздар. 1 сантиметр көлемінде аласыздар тігісті. Өйткені біз қазір астар қосамыз ғой, қыздар. Сол кезінде дұрыс шықпай қалмасын, сол себепті 1 сантиметр көлемінде міне. Менің лентам бүктелген жерінің ұшынан бастап тіктім мен. Осы жерде көп қыздар қателесіп жатады, соны мұқият қараңыздар. Міне. Енді көріп тұрған болсаңыздар, мен осы бұрыштан мына қарай тігіс тігіп кеттім. Мына жақтан емес, міне, мына жақтан ары қарай. И бітетін кезінде де осы жерден қазір шығарып жіберетін болам. Сол кезінде түсінетін боласыздар. Енді осыны екі бүктеп, мынаны ешқашан тартпаңыздар. Астын кішкене тартып отырып тігеміз. Уже біз бұл жерде жарты сантиметр көлемді тігіледі. Қазір мынаны қосқан кезде 1 сантиметр кетеді. Осылай мынаны бүктеп отырып, екі бүктеп отырып, астыңғы жағын кішкене тартқан күйде, үстіңгі жағын бос жіберген күйде, осылай жарты сантиметр көлемінде полный тігіп аламыз. Қазір бұрыштарына келгенде сіздерге тағы бір көрсететін нәрсем бар. Соны мұқият қарап отырыңыздар.
мінеке қыздар, біз бұрышына кеп қалдық. Қараңыздар. Бұрышын жарты сантиметрге дейін келеміз да. Мына жарты сантиметр қалған кезінде дәл инені шығармай матадан лапканы көтеріп, көрпешені бұрып аламыз. Міне. Одан кейін мына осылай тұрған жерінен бір қолымызбен, бір саусағымызбен мынаны итеріп тұрып, мынаны мына қолымызбен бұрамыз. Сол кезінде бізде бұрыштарымыз пайда болады, қыздар. Енді осы жерде тағда мұқият қарап отырыңыздар. Бізде мынандай бөлігі бар еді, мына бұрышынан тіккен. Осы бұрышынан тіккенді қазір біз бұлайынша шығарып жібереміз. Бұлай кірген болса, енді бұны мына жеріне дейін тігіс алып кеп, закрепка беріп шығарып жібереміз. Міне қыздар. Енді осы жерінен қырқып, сол кезде бізде мынандай көрінбейтін тігісіміз пайда болады. Көрінбейтін болғанда қайырылып тұрғаны білінбей қалады. Осылай көрпешелерді бір-біріне жаңағы жиектеу тәсілі осылай болады. Міне қыздар, полный енді жасап алдық. Мына бұрыштарында қарасаңыздар болады, міне. Енді қазір астарын бірінші жаңағы замоктап, одан кейін астарына европейский стильдегі замогымызды қойып тұрып, мынаны қаптауды алдағы сабақтарда көрсететін боламын. Қыздар, мінеки біз замогын тігуге кірісейін деп жатырмыз. Мынау кәдімгі өзіміздің однотонный бамбугіміз, жасыл цветтен алып алдым мен, салатовый цветтен. Енді мен қарасам, бұл жерде біздікі 85 болғандықтан, ені ұзын болғандықтан, бізде замогымыз 5 сантиметрде жетпейді. Өйткені замогымыз 80 сантиметрлік қой. Ондай жағдайда біз кәдімгі шетіне, яғни басына замок қылып жеретін болдық. Европейский стиль емес, кәдімгі шетінде тұратын замок. Егерде сіздер европейский стильді қаласаңыздар, көрпешелеріңіздің ені 80 сантиметр болса, европейский стиль істеуге болады. Ол үшін жаңағы Instagram парақшадағы евростиль замок видеосы бар. Соны көріп асаңыздар болады, замоктың дұрыс тігілу жолы деген. Енді қазір біз осыны үстіңгі қатары мен астыңғы астарын қосып алу үшін ең бірінші астарын ұзындығын бойына жатқызып аламын. Менде 2 метрлік көрпеше, қыздар. Соған турлап астын 2 метрде 4 сантиметр қылып алдым. 2-де 4 қылып, өйткені 4 сантиметр қазір біз қайырып замокты тіккен кезінде кіріп кететін бөлігі. Сол себепте мен 2-де 4 қылып алдым, қыздар. Қазір сіздерге көрсетем, қалай тігілу барсын. Бірінші астарын қойып алғаннан кейін үстіңгі жағын бағанағы дұрыс көрсетпей жатыр екен, үсті қойдым. Менің тіккен көрпешемнің үстіңгі жағы үстіне қойып аламыз да, астарының үстіне қойып, мына шетінен бастап тігетін боламыз. Замогына 5 сантиметр қалдырамыз, қыздар. Замогына мына жағынан, қазір менде мына замок түсетін бөлігі бас жағы, осы жағына 5 сантиметр закрепка беріп, мына жағына тігемді. Мына жағын, оң жағын, сол жағын тігем, астыңғы жағын тігем. Мына жағына да дәл солай, примерно 5 сантиметрдей тігіп, осы жерден закрепка беретін болам. Мына жерде мына 4 сантиметрде қалу керек. Өйткені қазір замокты біз осының үстіне тігетін боламыз, қыздар. Олай болса, бастаймыз. Менде 4 сантиметр қалдырып тұрып, осылай тігем қазір.
мына бұрышынан бастаймын. 5 сантиметрлікті қазір замок тігетін кезінде тігіп алатын боламыз. Бұрышынан бастаймын. Тіккен кезінде қараңыздар. Байқап тұрған болсаңыздар, мен тігісті ішіне кіргізіп тігіп жатырмын. Міне. Ішіне кіріп тігу керек. Өйткені мына тігісіміздің үстінен немесе мына жағынан тік қойсаңыз, мына тігісіңіз көрініп қалады. Яғни мынаның тіккен тігісіңіз көрініп, вообще жаман көрініп тұрады. Сол себепті де осы жерден 2 мм, 3 мм ішке қарап кіргіземіз. Кіргізіп тұрып тігеміз, қыздар. Міне. Міне көріп тұрған болсаңыздар, мен мына жерін есептемеймін. Осы жерін қазір мен қырық тастаймын. Өйткені бұл жері мына шеті ғой. Сол себепті бұны мен есептемеймін, есепке алмай қырық тастаймын деп осылай қалдырдым. Сіздер де осы жерін қырық тастасаңыздар болады, қыздар. Бұл керек емес жері. Не? Қазір мына астын және мына жанын да дәл осындай көріп тұрғандарыңыздай мына 2 мм ішке қарай кіргізіп тұрып тігу керек. Полный осылай тігіп аламыз, кейін замок бөлімін көрсететін боламын. Қыздар, мінекей, мен мына жерін қараңыздар, бір 5-6 сантиметрдей тіктім. Мына қарап тұрған, көріп тұрған болсаңыздар, почти 1 сантиметрдей, мына жағы 2 сантиметрдей. Яғни қазір замогымызды былай қойған кезінде беймарал осы жерге тігіс түсу үшін орын қалу керек. Замокты ала қойшы. Астына түсіп кетті. Ал енді қараңыздар, мен мына жағын тіктім, и мына жағын да тіктім. Міне. Мына жағын да осылай тіктім. Примерно 5-6 сантиметр. И закрепка бердім.
закрепка бердім. Көрініп тұр ғой менікі полный. И мына жағын үтіктедім, әлі тіккен жоқ, мына қайырып қыздар. Енді қазір біз осы замоктың беткі жағын мынаның теріс қаратып, беткі жағын мынаның астына қаратып, осы аралыққа қазір мына жерге түсіреміз. Бірінші мына жағын тігіп шығам, кейін екінші мына жағын. Қазір біз осы жерде закрепка беріп тұрып тігетін боламыз. Темірдің арғарақ тігеміз. Темірді тастаймыз ар жаққа. Міне. 2-3 қайтара закрепка беремін да, кейін өзі замоктың тігілетін орны болады, міне. Тықыр жері, сол жерден мен қазір мынау қайырылған күйде тігетін болам. 2 см арқы жағына қайырылды. Егерде бұндай лапкада тігуге қиналсаңыздар, қыздар, мынаны ішіле жақындата берме. Көрініп тұр ғой мынау. Қиналсаңыздар, кәдімгі лапка қойып алыңыздар. Замоктың лапкалары болады, соны қойып алып тігіңіздер. Мен қазір баяу тігіп жатырмын. Өйткені сіздерге түсінікті болу үшін, одан кейін мен ақ жіппен тігіп жатырмын. Сіздерге дұрыс көрініп тұру үшін, егер лажы болса, түстес жіптермен тіккендеріңіз дұрыс, қыздар. Мінекей. Замокты ешқашанда бос жібермеңіздер. Мына жағына келдік. Енді осы аралыққа біз турайына дәлдеп тұрып тігіп жіберуіміз керек. Міне қазір соңына дейін тігеміз. Енді осы жерден бітетін кезде 2-3 қайтара закрепка беріп жүреміз. Міне қыздар. Асты сонда бұлай қайырылып тігілді. Қараңыздар. Енді осыны мына жағына аударып алып, олай шілей оламаса. Мына жағына аударып алып, енді замогын өткізіп аламыз. Замогы мына жақта қап кеткен күйі тігіп жермеңіздер. Енді екінші жағына дәл осылай қойып тігуіміз қажет. Қараңыздар, замогы мұнан яқып кетіпті. Міне, аралыққа қоямыз да, и осы жерден қазір закрепка беріп тұрып біз тігеміз. Закрепка беріп тұрып, бір 5-6 сантиметр тіккеннен кейін қайтадан замогын сырып қойып тігеміз. Өйткені замогы сырылған күйде оңай тігіледі. Замогы ашық күйде тігуіңіз қиын болады. Міне. Замогын жауып. Егерде сіздер өздеріңіздің нелеріңізге сенбесеңіздер, міндетті түрде көктеп басаңыздар болады. Міне. Мен мысалы үшін мынаны былай өлшеп отырып жасаймын қолыммен. Дұрыс емес жерлерін
тегістеп отырып жасаймын қыздар. Міне. Енді осы күйде мына проймамыздың, яғни жиегіміздің жанына түсіруіміз керек. Әр 5 сантиметр сайын мен көріп отырам. Неге? Өйткені бәрібір жылжып кетуі мүмкін. Сол себепті әр тігісімде қарап отырамын. Міне, жылжып кетті қазір. Қазір біз мына шеттерін қырқып тастайтын боламыз. Менде замогы кішкене артықтау болып тігіліп жатыр. Қазір мен бұны туралап жүремін. Міне қыздар, соңына дейін жеттік. Осы жеріне 2-3 қайтара закрепка беріп, міне мына жерін енді қырқып тастаймыз мұны. Өйткені бізге темір қажет емес, мына басындағыны да дәл осылай қырқып тастаймыз мұны. Закрепканың түбінен қырқып тастаймыз. Енді біз мына жердегі тігістерін, қазіргі керек емес бөліктерін біз ұшынан, тігістің жанынан қырқып тастауымыз керек. Өйткені бұл әдемі көрінбейді бұл жері. Егерде осы күйде қалып кетсе, абайлаңыздар, астын қырқып жібермеңіздер. Міне. Қараңыздар, білінбейтін немен қырқып жатырмын тігістің жанынан. Енді мен осы замокты да қазір үтіктеп жіберемін. Өйткені мынау кішкене тартылып тігілгендіктен жиырылып қалды қыздар. Неке қыздар, бітті. Біздің замогымыз да қойылды. Міне. Енді полный ашып тұрып, қазір мен осы жерді пармен үтіктеп жіберемін. Содан кейін сіздерге дайын түрін көрсететін болам. Егер де қыздар, сіздер көрпешелеріңіздің тағы да мықты болуын қаласаңыздар, мынаның барлығын, осының барлығын зигзагтап шығыңыздар. Кәдімгі өзіміздің промышленный неміз бар ғой, бытовой машинамыз бар ғой. Шеттерінің барлығын осылай тегістеп, қырқып, мынандай жіптерінің бәрін алып, зигзагтап шықсаңыздар болады. Өйткені көрпеше тағы да мықты әрі сапалы түрде болу үшін осы дүниелер біз үшін ең маңыздысы. Клиентімізді жоғалтпау үшін бізге осы жерін полный зигзагтап алсаңыздар болады. Егер де аберлок бар болса, аберлоктағандарыңыз да дұрыс. Міне. Осы жерден бастап полный зигзагтап шығыңыздар. Мынандай жерінің бәрін уже кішкентай ғана артылса да, осы жерінің бәрін дұрыстап, қырқып шығуды ұмытпаңыздар, қыздар. Міне, қазір мен барлық жерін қырқып шығамын. Енді қазір үтіктеп сіздерге бір біткен несін көрсетейін, біткен бір суретін көрсетейін сіздерге. Мінеке қыздар, бізде хан көрпешеміз дайын болды. Мақтаға салып, жаңағы көрпешенің тысы қылып салдым мен, қараңыздар.
Енді замогы былай болды міне. Көріп тұрғандарыңыздай, замогы онша көрінбейді. Міне. Осылай менің 2 метрлік көрпешем дайын болды. Сіздер де дәл осындай хан көрпешені тігіп, бітіріп, отчет тапсырсаңыздар болады, қыздар. Сәттілік барлықтарыңызға, қыздар. Сіздерден фото, видео, отчет күтетін боламын. Сау болыңыздар, алтындар.